Сардар mesela жалғыз машиналарда істеген тірліктерін айтпай ақ қойын. Түнде шақырғандарын өзің шыққың келгенде. Неменеге түсіріп отырсың сен? Қарақалпақтың қоздырғанда өйтіп неғылмай ақ қой, жарай ма? Өзіңді ана жерде бір керемет көрсетіп отырсың ғой. Керемет қылып көрсетіп жатқан. Енді не ойлап отырсың, мен жүрегіме тиді деп ғашық емеспін дедің ғой кеше ғана. Не ойбай мен өлдім деп отырсың. Нұрболат не күйіп пісіп жатыр? Жоқ, келіп сен түнгі сағат 3-те кездесуге шақырып, біз сумен видео түсіргенбіз ғой, содан кейін қарнымыз ашты. Сол кезде кішкене енді Сардарды кішкене келіспей тұрғанын білдім. Жүр кеттік, мен төлей салайын, жүр мен ала салайын деп. Біз қарнымыз ашып тұрғасын тамақ алғанбыз. Содан кейін сен тамақ алып беруге, тамақ ішуге шақырдың, анау мынау деп. Қандай Кімдікі? жақсылап ойласаң да. Енді айтсайшы сол ешқанда. Сен ма? Айтсайшы сен. Жоқ, айтам да. Олар махаббаттары басталай бітіп қояды екен ше. Очень смешно. Сен сияқтылық махаббат та? Жоқ, просто шынайы болу керек. Ойбай, сен шынайсың ба не? Сен өзің? Иә, сен ғана шынайсың, сен молодец. Сен неге коуч ашпай жатсың? Көп ажырасқан, жаңағы өмір көрген адамдар коуч жасап кетеді ғой. Сол енді ойланып жүрмін, жаңа ойланып қалдым да. Менде негізі біраз тәжірибе болды ғой, қаншама қиындықтар өтті басымнан. Мақпал, аяулымның коучына баратын бедің, жалпы оқитын бедің алып сатып. Егер тұрмысқа шығып жатсам, егер ондай тәжірибе болып жатса, мүмкін, бірақ ондай болмайды деп өзім үміттенемін. Бірақ сонда да кешегі айтқан ортадағы әңгімесіне қарағанда, менің ойымша, менің бірінші шәкіртім болуыңызды сұраймын. Демек, ауыр болды кешегі пікір, иә? Ортада мен күткен жоқ, мен ақпарат шығардым, бірақ дәл солай қатты тигізіп айтады деп ойлаған жоқ. Төмен әңгіме болды, шынымен. Сол ғой, Блажа деген қыз баланың өмірін құртады, емін-еркін өмір сүреді, екінші әйел алады, бақытты болып кетем, күшті болып кетем дейді. Адамдар өмірді өлместей сүреді ғой, бірақ қызықтырмайды. Және де мен айтқым келеді, егер де өмірге ұл бала әкелетін болсаңыздар, ұл балаларыңызды юбкаларыңыздың астына тықпай, бар, құры. Құлады ма, көзің сүрт, мен құлаттым ба сен? Деп үйрету керек негізі. Балам деп. Ішіне тығып, астына тығып отырсаң, конечно, баласының қызғанады, өйстіп қатын жылатып тастап кетеді, өте ужас. Егер бұл үшін балам болатын болса, мен солай тәрбиелеймін. Мен сенімен араласпаймын, айналайын, бар. Мә, үй, балама үй алып беріп қоям, әйеліңмен тұр, қонаққа 1-2 сағатқа кетпетіңдер, одан артық келмеңдер, маған проблемаларыңды айтпаңдар дейтінмін.